Тайынша қаласында Солтүстік Қазақстан облысы Ішкі істер департаментінің жедел кеңесі өтті. Кездесу барысында Ішкі істер департаменті мен жергілікті полиция қызметінің 10 айда атқарған жедел қызмет жұмыстарына қорытынды жасалды. Сонымен қатар алда тұрған басым міндеттер де талқыланды. Өткен 10 айдың қорытындысы бойынша 8203 қылмыс тіркелді. 700 қылмысқа немесе 8%-ға қылмыс саны азайды. Ауыр және аса ауыр қылмыстар, кісі өлтіру, ұрлық пен тонау фактілерінің төмендегені байқалады. Мал ұрлығы да азайған. Жиын барысында атқарылған жұмыстар бойынша баяндамалар жасалды. Жергілікті полиция қызметкерлерімен жүргізілген жұмыстар нәтижесінде өңірдегі криминогендік ахуалдың тұрақтанғаны анықталады. Облыста қылмыс 8%-ға азайған. Сонымен қатар бүгінгі күні өңірде 215 сырттай бақылау камералары өз қызметін атқаруда. Отмечает снижение количества. Аса ауыр қылмыстар 24%-ға, ауыр қылмыстар 7%-ға, кісі өлтіру 10%-ға азайды. Кісі зорлау фактісі де 44%-ға төмендеген. Ішкі істер департаментінің басшысы Берік Біләлов өз сөзінде мұндай форматтағы жұмыстардың ауылдық полиция бөлімшелеріне құқықтық тәртіпті сақтауға және қылмыспен күресті нығайтуға септігін тигізетінін айтып өтті. Тайынша аудандық ішкі істер бөлімінің басшысы Петр Мартынюк ағымдағы жылы жергілікті полиция қызметінің арқасында жұмыстың тұрақты қалыпта тұрғанын айтып өтті. Тайынша аудандық ішкі істер бөлімі жергілікті атқарушы билікпен тығыз қарым-қатынас жасайды. Жергілікті полиция қызметімен бірігіп, бірқатар жағымды жағдайларға қол жеткіздік. Келеровка ауылындағы полиция бөлімінде 14 қызметкер жұмыс жасайды. Олардың қызметінің басты бағыты қоғамдық тәртіпті сақтау мен қылмыскерлермен күрес болып табылады. Ауылдық бөлім басшысының орынбасары Өмірбек Сейтуаровтың айтуынша, ауылда мал ұрлау оқиғалары азайған. Мал ұрлығы биылғы жыл басынан бастап бірде-бір рет тіркелмеген. Бұның барлығы мемлекеттің қолдауы. Біздің материалдық техникалық базамыз нығайтылған. Солтүстік Қазақстан облысы Ішкі істер департаментінің басшысы Берік Біләлов үздік қызметкерлерге алғыс хаттар табыстады. Ал кейбір құқық қорғау органдарының қызметкерлеріне әскери атақтар берілді. Солардың бірі көші-қон полициясы бөлімінің инспекторы Дәурен Атбасаров. Ол лейтенант шенін алып отыр. Министр внутренних дел генерал-полковник полиции Касымов. Органов внутренних дел. Ішкі істер органдарында сәуір айынан бері жұмыс істеймін. Петропавл қаласы ішкі істер басқармасының көші-қон полициясында қызмет атқарамын. Тиянақтылықты қажет ететін жұмыс. Бұл күні Келеровка ауылдық полиция бөлімі басшысының орынбасары Өмірбек Сейтуаровтың да еңбек еленді. Атқарған қызмет үшін ол бірінші дәрежелі дипломмен марапатталды. Сонымен қатар Тайынша ауданының әкімі Ержан Иманслям аудандық ішкі істер басқармасының басшысына жаңа қызметтік көліктің кілтін де табыстады. Жиын соңында Берік Біләлов Петр Климовты Солтүстік Қазақстан облысы ішкі істер департаментінің криминалдық полиция басқармасының басшысы лауазымына көтерді. Кездесу аяқталған соң қызметін атқару барысында қаза тапқан қызметкерлерге тағзым жасалып, гүл шоқтары қойылды. Сонымен қатар бұл күні аймақтық уақытша ұстау изоляторының ашылу салтанаты өтті. Қонақтарға жиын соңында концерттік шара ұйымдастырылды. Тайынша қаласының тұрғындары шен киген әртістердің өнерін бір деммен тамашалады.